Бізде сіздер де көріп отырсыздар, Тоқаев режимі кеңестік үгіт-насихатты жалғастырып, мәңгілік полкке және жеңіс шерулеріне толық мүмкіндік беріп отыр. Заңды айналып өтіп рұқсатсыз митингілерге жол ашады. Еске алу үшін тыйым, ал насихат үшін жасыл жарық. Бірақ біз үнсіз қалмаймыз. Кеңес одағы отан емес, халықтар түрмесі болды. Ол қазақтарды қырды. Ашаршылық пен кемінде 5 миллион адам көз жұмды. Қуғын-сүргінмен, атумен, лагерлермен зиялыларды тілді жадына жойды. Украиндарды да 1932-1930 жылдардағы ашаршылықта 5-7 миллион адам қаза тапты. Бұл көптеген елдер мойындаған геноцид. Тілін, мәдениетін, дінін қудалады. Өзбек, қырғыз секілді ұлттар да зардап шекті. Ұжымдастыруға қарсы шыққандар түрмеге қамалды, атылды, жер аударылды. Ұйғыр, татар, ингуш, шешен, балқар мен корей және тағы басқа ұлт өкілдерін жаппай депортациялады. Семьялармен қосып, вагонға тиеп, Қазақстанға жер аударылды. Жолда мыңдаған адамдар қаза тапты. Қазақстан лагерь мен қабірге айналды, бірақ аман қалғандар үшін үй болды. 31 мамыр еске алу және шындық күні. Біз алға Қазақстандық оппозициялық партиясының ұйымдастыру комитеті бүкіл қазақстандық шеру өткізу туралы хабарлама жолдаймыз. Біз сталиндік террор құрбандарын, ашаршылықта көз жұмған қазақтарды, 1932-1933 жылдардағы Украин геноцидін, депортацияланған халықтарды, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын, 2011 жылғы Жаңаөзен трагедиясын, бүгінгі саяси тұтқындарды, 2022 жылда қаңтарда көз жұмған бейбіт азаматтарды еске аламыз. Біз өткенге емес, шындыққа барамыз. Кеңес билігі бізге бостандық бермеді. Тек үреймен өлім қалдырды. Сондықтан барлық азаматтарға үндеу жасаймыз. Барлық ұлт өкілдері 31 мамырда өз қалаларында шеру өткізуге өтініш жолдаңыздар. Ата-бабаларымызды еске алу, ақиқатты қорғау, тарихты бұрмалауға жол бермеу үшін. Біз тарихымызды білеміз, жауды да білеміз. Енді үнсіз қалуға болмайды. Алға Қазақстан! Бізде сіздер де көріп отырсыздар, Тоқаев режимі кеңестік үгіт-насихатты жалғастырып, мәңгілік полкке және жеңіс шерулеріне толық мүмкіндік беріп отыр. Заңды айналып өтіп рұқсатсыз митингілерге жол ашады. Еске алу үшін тыйым, ал насихат үшін жасыл жарық. Бірақ біз үнсіз қалмаймыз. Кеңес одағы отан емес, халықтар түрмесі болды. Ол қазақтарды қырды. Ашаршылық пен кемінде 5 миллион адам көз жұмды. Қуғын-сүргінмен, атумен, лагерлермен зиялыларды тілді жадына жойды. Украиндарды да 1932-1930 жылдардағы ашаршылықта 5-7 миллион адам қаза тапты. Бұл көптеген елдер мойындаған геноцид. Тілін, мәдениетін, дінін қудалады. Өзбек, қырғыз секілді ұлттар да зардап шекті. Ұжымдастыруға қарсы шыққандар түрмеге қамалды, атылды, жер аударылды. Ұйғыр, татар, ингуш, шешен, балқар мен корей және тағы басқа ұлт өкілдерін жаппай депортациялады. Семьялармен қосып, вагонға тиеп, Қазақстанға жер аударылды. Жолда мыңдаған адамдар қаза тапты. Қазақстан лагерь мен қабірге айналды, бірақ аман қалғандар үшін үй болды. 31 мамыр еске алу және шындық күні. Біз алға Қазақстандық оппозициялық партиясының ұйымдастыру комитеті бүкіл қазақстандық шеру өткізу туралы хабарлама жолдаймыз. Біз сталиндік террор құрбандарын, ашаршылықта көз жұмған қазақтарды, 1932-1933 жылдардағы Украин геноцидін, депортацияланған халықтарды, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын, 2011 жылғы Жаңаөзен трагедиясын, бүгінгі саяси тұтқындарды, 2022 жылда қаңтарда көз жұмған бейбіт азаматтарды еске аламыз. Біз өткенге емес, шындыққа барамыз. Кеңес билігі бізге бостандық бермеді.
тек үрей мен өлім қалдырды. Сондықтан барлық азаматтарға үндеу жасаймыз. Барлық ұлт өкілдері 31 мамырда өз қалаларында шеру өткізуге өтініш жолдаңыздар. Ата-бабаларымызды еске алу, ақиқатты қорғау, тарихты бұрмалауға жол бермеу үшін. Біз тарихымызды білеміз, жауды да білеміз. Енді үнсіз қалуға болмайды. Алға Қазақстан!